Кәрі жілік білезік буыны. Артикуляция радиокарпалис. Буынды құраушы сүйектердің санына қарай күрделі буынға жатады. Буын беттері қайықша сүйегі, ос скафоидум, ос люнатум, жартай тәрізді сүйек және де ос трикуетрум үш қырлы сүйектің проксимальды дөңестеу келген буын бетінен құралады. Ал буын ойысына келетін болсақ, кәрі жілік сүйегінің білезіктік буын беті фацис артикулярис карпалистан құралатын болып саналады. Және де буын беттері гиалинді шеміршекпен көмкерілген, буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан және буын беттері өзара бір-біріне сәйкес келген болып саналады және буын қапшығы келесідей байламдармен бекітіледі. Бірінші байлам бұл лигаментум коллатерале карпи радиале, яғни коллатеральды кәрі жілік білезік байламы. Бұл кәрі жіліктің біз тәрізді өсіндісі процессус стереоидеустан бастау алып, төмен қарай бағытта өтіп, қайықша тәрізді сүйек ос скафоидум, одан кейін трапеция тәрізді сүйек ос трапезиуммен бекетін болып саналады. Одан кейінгі байлам бұл коллатеральдық шынтағы жілік білезік байламы лигаментум коллатерале карпи ульнаре. Жалпы бұл байлам бізде шынтақ жіліктің біз тәрізді өсіндісіне бастау алып, төмен қарай бағытталып, ос трикуетрум, яғни үш қырлы сүйекке, сонымен қатар ос пизиформе бұршақ тәрізді сүйекке барып бекетін болып саналады. Және де бұл екі байламның негізгі қызметі қолбасының ішке қарай және сыртқа қарай ауытқып қозғалуын тежейтін болып саналады. Келесі алақандық кәрі жілік білезіктік байламы лигаментум радиокарпиум ульнаре. Жалпы бұл байлам бізде шынтақ жіліктің біз тәрізді өсіндісіне бастау алатын болып саналады. Және де бунаралық дискіден басталып, төмен бағытта өтіп, жартай тәрізді сүйек ос люнатумға және сонымен қатар үш қырлы сүйек ос трикуетрумына ос пизиформенің артқы бөлігінде орналасады. Сонымен қатар басты сүйек ос капитатумға барып бекетін болып саналады. Және оның негізгі қызметі білезік буыны қапшығын алдынан ықшамдау болып саналады. Сонымен қатар білезік аралық буындарды да, яғни артикуляция интероссаны да бекемдейтін болып саналады. Сонымен қатар сыртқы кәрі жілік білезік байламы лигаментум радиокарпиум дорзале деп аталады. Бұл кәрі жіліктің дистальды ұшының сыртқы бетінен бастау алатын болып саналады және де төмен ішкі қапталға қарай өтіп, қайықша сүйегі ос скафоидум, сонымен қатар үш қырлы сүйек ос трикуетрумға және де жартай тәрізді сүйек ос люнатумға барып бекетін болып саналады. Және де бұл байламның негізгі қызметі білезік және білезік аралық буынның қапшығын сыртқы бөлігінен бекемдеу болып саналады. Және білезік буынның тым алға қарай иілуін тежейтін болып саналады. Ендігі бұл айтылған байламдардан басқа бізде буынның сүйек аралық байламдарын ажыратамыз, яғни лигаментум интеркарпиум интероссум. Осы бөліктерде артикуляция интеркарпияда, яғни білезік сүйек аралық буындары да орналасатын болып саналады. Және де бұл буынның негізгі пішіні екі білікті эллипс тәрізді буынға жатады. Және оның қызметі фронтальды білік бойынша қолбасы бүгіледі және жазылады, яғни флексио және экстенсио, сагитальды білік бойынша әкелінеді және әкетілінеді. Сонымен қатар шамалы айналмалы бағытта да қозғалады.